балалар? Саламатсыз ба? Отырыңдар. Көрдіңіз ба балалар? Иә. Күлген ғой, ә? Жарайсыңдар. Сабақты бастамас бұрын біз не істеп аламыз? Ережесімен келісіп алайық балалар, ә? Кәні, орнымыздан тұрайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдылығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Керемет, балалар, отырыңдар. Өткен тақырыптарға шолу жасайық. Өткен сабақты қандай тақырып өттік, балалар? Кім айтады? Қазақ халқы мен түрлі халықтардың мәдениеттері және қоғамдық тамақтану орындарындағы дастархан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері. Жарайсың. Олай болса, балалар, мен қарлы кесек әдісі арқылы сендерге сұрақтар қоям, сол сұрақтарға жауап берейік. Ал, балалар, Назымға сұрақ бердім. Назым сұрақтарды оқып, жауап береді. Түрлі халықтардың мәдениеті дастархан басында өзін-өзі ұстау әдебі туралы не білесің? Қазақстанда адамның жасы ерекше құрметтеледі. Ақсақалдар мен апа-әжелерді дастарханның басына бірінші отырғызып ас береді. Үйге келген қонақтарды ілтипатпен шығарып салады. Елдегі адамдарға сәлем сауқат беріп жібереді. Таиландта шанышқымен жеуге болмайды, себебі ол дөрекілікке саналады. Шанышқымен тек тағамды қасыққа салу үшін ғана қолданылады. Жарайсың. Кім жалғастырады? Ал, Адасай. Таяу шығыс, Үндістан және Африкада бірқатар аймақтарда оң қолмен тамақтанады. Себебі сол қол арам саналады. Және де Португалияда тұз бен бұрышты сұрау әдепсіздікке жатады. Мұндағы дәмдеуші аспаздың өзі ғана салған жеткілікті саналады. Керемет, асықпай, мәне деп айтамыз балалар, керемет. Екінші, тағы бір сұрақ қояйын балалар. Дастархан қай уақытта, қай жерде жайылады? Қарлы кесек арқылы Аяжанға сұрақтар кетті. Сұрағы қандай сұрақ екен? Дастархан қай уақытта, қай жерде жайылады? Дастархан қай уақытта, қай жерде жайылады? Қай уақытта, қай жерде жайылуына байланысты дастархан бірнеше жабдықталады. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, кофе неше дастархан. Керемет, жалғастырады. Ал, Бибайша жалғастыршы. Фужет, швед үстелі, коктейль, мерекелік той дастарханы. Әрқайсысынан қойылатын ыдыстар мен тамақтану құралдары да ерекше болады. Алайда дастархан жабдықталуына назардан тыс қалдыруға болмайтын жалпыға ортақ талаптар да бар. Керемет, жарайсыңдар. Үйге берген тапсырмаңыз дұрыс жауап беріңдер. Енді тамақтану құралдарын дұрыс ұстау ережелері жайлы кім айта алады екен? Мереге лақтырып көрейік, Мере жауап бере алады ма екен? Тамақтану құралдарын дұрыс ұстау ережесін кім айтады? Әр адам дастархан басында тамақтану құрал-жабдықтарын дұрыс ұстау қажет. Мәселен, шанышқыны сол қолмен алып, пышақ пен қасықты оң қолмен ұстаған дұрыс болады. Ал жұмсақ тағамдар, яғни қуырылған жұмыртқа, котлет және тағы да басқа жұмсақ тағамдарды шанышқымен ұстаған дұрыс. Сол кезде оң қолмен пайдаланады. Ал нан өнімдерін, тоқаш өнімдерін қолмен үзіп жейді, ал жемістерді десерт құрал-жабдықтарының көмегімен пайдаланған дұрыс. Және де пайдаланылған құрал-жабдықтарды дастархан үстіне қоюға болмайды. Ол құрал-жабдықтарды тіреккен үстіне айқастырып, және де немесе қатарынан түзу қояды. Және де міндетті түрде тіреккені от жағында суық болған дұрыс. Бұл ең басты тамақтану құрал-жабдықтарын дұрыс ұстау ережелері болып табылады. Керемет, жарайсың, Мере. Осы дастархан басында тағы да осы тақырыпқа байланысты бір сұрақ қояйын. Бұл жерде кімге лақтырсам болады? Дидарға лақтырып көрейік. Ал, Дидар, мына сұраққа
оң жағына, жасына қарай, беделіне қарай ер адамдар отырғызған. Ал сол жағына үй иесі отырғызған. Сонымен қатар оң жағына ерлер, ал сол жағына әйелдер отырғызған. Есік маң бұл босақа. Босақаға ешкім отырмаған. Керемет, жарайсың. Жарайсың. Жалғастырады. Ал Еркай. Ортаңғы кеңістік отбасы ошақ асы деп аталып киелі саналады. Отқа байланысты ырым тыйымдарға сай отты айналып өтуге болмайды. Жарайсың, керемет. Өте керемет жауап беріп жатсыңдар балалар. Сағынды. Шыңғайсың бақ, менен бағалап қояйын. Ал ендігі сұрақ қойып көрейік. Сәтия. Жауап береді. Таңғы астың дастарханы қалай жабдықталады? Майға арналған пышақ, нан, тоқаш не майға арналған қосымша тәлеткер, шанышқы, асқанақ пышағы, десет қасығы. Жарайсың, кім жалғастырады? Ал, сен жалғастыра ма? Негізгі тағамға арналған тәрелке, суға арналған стакан, кофе не чайдың ыдысы, шай қасық болуы керек. Жарайсың, өте керемет балалар. Керемет, өте керемет. Бәрі жақсылап дайындалып келсіңдер. Ал сұрақтарға жауап берейік балалар. Кез келген стилде міндетті түрде не болуы керек? Кез келген стилде міндетті түрде мата және қағаз сулық болуы керек. Мата сулық негізінен зығыр мен мақта матадан жасалады. Оларды бүктеп, тізеге төсеп қою керек. Қағаз сулық ауыз сүртуге арналған. Керемет, жарайсың. Ал Дидар, тағы сұраққа жауап бере ғой. Әдет дегеніміз не? Әдет дегеніміз дастархан басында өзін ұстау мәдениеті, әдеттің ережесі деп аталады. Әдет бұл өзін ұстау мәдениеті. Жарайсың, өте керемет балалар. Міне, үйге берілген тапсырмаға толық дайындалып келсіңдер. Жарайсыңдар. Енді балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы жартылай дайын өнімдерден тағамдар әзірлеу технологиясы. Мына суреттерге қарап отырып, оқулықта да бар балалар, суреттерге қарай отырып, сұрақтарға жауап берейік. Қараңдаршы. Тағамдардың суреттеріне қарап шығыңдар. Қайсысы тез, қайсысы ұзақ дайындалатын тағамға жатады? Ал, айта қойдым. Салат дайын тез жасалады. Салаттар біріншісі тез жасалады. Ал екіншісі жұмыртқа, ол да тез дайындалады. Тағамға жатады, жарайсың. Ал ұзақ дайындалатын тағамға бешбармақ жатады. Бешбармақ жатады. Бешбармақ ұзақ дайындалатын тағамға жатады. Жарайсың, тағы да. Мына жерде не тұр тағы да? Және де Холодец. Холодец қалай дайындалатынын білеміз ба? Неден дайындалады? Кім айтады? Балалар, ал, Бибайша. аттың аяғынан. Иә, аттың не болмаса сиырдың жіліктерін Суға көп қайнату арқылы оған не салады? Укроп тұз, бұрыш салып көп уақыт қайнатып дайындалады екен, қайнату арқылы дайындалады. Керемет, отыра қойыңдар. Екінші сұрақ. Міне балалар, жаңа сабақты түсіндіңдер ма? Иә. Түсінетін болсаңдар, онда жартылай дайын өнімдер қанша минутта дайындалады екен, кім айта алады? Не түсіндіңдер? Ал, Ақерке айта ғой. Жартылай дайын өнімдерге еттен, тоқаштан және көкөністен жатады. Және тағы басқалар жатады. Еттен жататынға тефтели, голубцы және тағы басқалары. Ал балықтан жататындар балық еті, балық таяқшалары, балық котлеті және тағы басқалары. Ал нан тоқаштан дайындалатындарға самса, мұздатылған пицца және тағы басқалары жатады.
ал көкөністен дайындалатындарға салат және тағы басқалар жатады. Дұрыс. Жартылай дайын өнімдерге жатады. Ал жартылай дайын өнімдер әрі қарай аспаздық өңдеуге дайын өнімдер екен, балалар, көбінесе оларды жылда салады екен. Дайындау үшін 20 минуттай ғана уақыт кетеді екен. Ал жартылай дайын өнімдерге тағы не деп жатады екен? Аяуым. Жиі пайдаланылатын жартылай дайын өнімдер көкөністі, түшпара етті, түшпара котлет, құймақ. Мұндай өнімдер ұзартылған күйде 180 тәулікке сақталады. Сақтау мерзімі дәміне әсер етпейді. Қазіргі уақытта жартылай дайын өнімдердің түр-түрі өндірілуде. Тұтынушылардың талаптарына сай тағам өнімдері көбейіп келеді. Жарайсыңдар, балалар. Сабақ түсінікті болуы бәрімізге, сабақ түсінікті болатын болса, балалар, мен бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсініп білгендерің, мына алманы таңдауларын бойынша білемін. Қызыл алма бәрін жақсы түсінген оқушылар таңдаса, сары алманы кейбіреулері дұрыс түсінбедім дегенді білдіреді. Ал жасыл алма тапсырманы сабақ ұнады, бірақ ештеңе түсінбедім дегенді білдіреді. Сол стикерлер арқылы астына түсінгендерді жайлы жазып, түсінбегендерді жайлы сабаққа пікірлеріңді жазып, білім ағашына іліп қойыңдар, балалар.